Ассалаумағалейкум достар. Алдыңғы шығарылымда Англия чемпионатын талқыға салған болатынбыз. Келесі аялдама Ла Лига. Испания чемпионатына мықты командалар көп болғанымен түптеп келгенде чемпиондыққа екі ұжым ғана таласады. 21 ғасырдан бері Ла Лигада Барселона мен Реал кезектесіп үстемдік құрып кетеді. Арасында Валенсия мен Атлетико тығылып екі реттен чемпион атанғаны болмаса, қалған уақыттың бәрінде Эль Классиколық командалар топ жаруда. Былтыр Карло Анчелоттидің Реалын ешкім тани алмады. Бұл дәл сол Алматыға келетін Реал, және де бұл түс емес. Ал бұл сәтті Ханси Фликтің бандасы өз пайдасына жаратып чемпион болып кетті. Одан бөлек кубок пен суперкубокты да иеленді. Мадридтік Реал мұндай масқараны көтере алмай, бапкерін қызметінен босатып, Байерде жарқырап жүрген Хаби Алонсоны алып келді. Папа Карлоны аямаған Флик биыл не істей алады? Әжептәуір өзгеріс жасаған корольді клуб каталониялықтарды тақтан тайдыра ала ма? Ал Симеононың Атлетикосы ше? Бүгін осы сұрақтардың жауабын іздеп көреміз. Ал сіз оған дейін біздің арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл бізге жұмысымызды әрмен қарай жақсы көңіл күйде жалғастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар біздің Telegram және TikTok арнамызға тіркеле кетіңіз. Ол жақтан инсайттық ақпараттарды, қызықты жаңалықтарды және голдардың видеосын көре аласыздар. Бірқатар беделді сарапшылар биыл Реалдың жеңісіне бәс тігуді ұсынып отыр. Дегенмен бұл болжам өте қауіпті. Өткен маусымда ішкі турнирдің барлығында топ жарған каталониялықтар сәл болмағанда Чемпиондар лигасында алып кететін еді. Интердің PSG-дан ойсырай ұтылған көргенде жанкүйерлер финалға Барселонаның шыққаны дұрыс еді деп бармақтарын тістеп қалды. Сарапшылар Реалды фаворит санағанымен Барселонаның екінші жыл қатарынан чемпион атанду мүмкіндігі жоғарырақ. Каталониялықтар ойыншыларды тіркеу кезіндегі қиындықтарға байланысты Нико Уильямстан айырылып қалды. Бірақ соған қарамастан Барселонада кадр мәселесі жоқ. Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья, Педри, Пау Кубарси сияқты көшбасшылардың бәрі қатарда. Басқалар сияқты клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысып, шаршамай жағалауда күннен загар алып жаңа маусымға күш жинап алды. Эспаньолдан қақпашы Жоан Гарсияны 25 миллион евроға, ал шабуылшы Маркус Решфордты Манчестер Юнайтедтен жалға алды. Жоан Гарсияның соңғы ойында не істегенін көрдіңіздер ме? Бір ойында басқалар бір маусымда жасайтын сейфтарды жасап тастады. Барселонаның жанкүйерлері қанша жерден Тер Штегенді қимаса да, Гарсия мықтырақ көрінеді. Оған қоса Копенгагеннен жас талант Руни Бардакджиді алдыртты. Бірақ каталониялықтар алғашқы 3 турдың өзінде ұпай жоғалтып үлгерді. Алғашқы 2 турда Мальорка мен Левантені жеңген еді, 3-ші турда Райо Валекано мен тең ойнап қалды. Левантеден ұтылып қалу да мүмкін еді, абырой болғанда ремонтада жасап, соңғы минуттарда жеңісті жұлып ап кетті. Барселона арасында әдейі гол жіберіп, арасында артынан камбэк істеуді қызық көретін сияқты. Бірақ бұл жазда Реал Мадридте қарап қалмайды. Флорентино Перес жаңадан келген Хаби Алонсоға қалаған ойыншыларын алып берді. Байердің экс-бапкері келе салысымен қорған шебіндегі жыртықты жамады. Ливерпульден Трент Александр-Арнольд тегін келді. Борнмуттан Дин Хёйсен 60 миллион евроға, Бенфикадан сол қапталда қорғаушы Альваро Каррерас 50 миллион евроға келді. Оған қоса Ривер Плейттен 45 миллионға 18 жастағы жартылай қорғаушы Франко Мастантононы сатып алды. Мадридтік ұжым 39 жастағы Лука Модрич және 34 жастағы Лукас Васпеспен қоштасты. Нәтижесінде Реал 21 ғасырда ең жас құрамасын жасақтады. Енді жаңадан келгендердің барлығын командалық ойынға өндіру қажет. ақш-тағы өткен клубтар арасындағы әлем чемпионатында жақсы өнер көрсеткендей болды. Жартылай финалға сенімді түрде шыққанымен ол жерде PSG-дан оңбай ұтылды. Мадридтік команданың биыл чемпиондар лигасын жеңіп алу және Испания ішіндегі Барсаны тақтан тайдыру өте қиын. Оның үстінде Джуд Беллингем маусым басында командаға көмектесе алмайды. Иығына ота жасатқан англиялық футболшы қазан айының соңына дейін алаңға шықпайды. Реал Барселона секілді ұпай жоғалтпайды. Жаңа маусымда 3 матч өткізіп, Асасуна, Реал Аведа және Мальорканы тізе бүктірді. Қазір 9 ұпаймен бірінші орында сенімді түрде жайғасып алды. Чемпиондар лигасының жолдамасы үшін күрес кәрі құрлықтың басты додасына таласатын командалардың қатарында Атлетико, Бетис, Атлетик және Вильяреал бар. Барселона мен Реалдың аталмыш турнирден құр қалмайтыны айтпаса да белгілі. Осы жазда Диего Симеоне өз командасына айтарлықтай ремонт жасады. Джакомо Распадори, Давид Ганско, Марко Пубиль, Тиаго Альмада, Джонни Кардозо, Алехандро Родригес, Матео Руджери, Клеман Лангле және Хуан Муссоны алып келіп, Аксель Витцель, Сантьяго Маури
Мауриньо, Родриго де Пауль, Тома Лемар, Анхель Коррея, Хорацио Молдован, Сауль Нигес, Самуэль Лино және Родриго Рикельмемен қоштасты. Осындай өзгерістерден кейін матрашылар чемпиондыққа таласа ма деп ойлайсың. Бірақ Симеонаның бандасы маусымды өтте нашар бастады. Алғашқы 3 турда Эспаньолдан ұтылып, Элче және Алавеспен тең ойнады. Мұндай қарқынмен чемпиондық түгілі Чемпиондар лигасына шығу өтте қиын болады. Былтыр Атлетик Билбао мен Видереал жақсы нәтиже тіркеп, біріншісі 11 жыл дегенде, ал екіншісі 4 жыл дегенде алғаш рет Чемпиондар лигасына шыққан болатын. Атлетик Нико Уильямсты командада қалдырып, келісім шартын 2035 жылға дейін ұзартты. Жас футболшының бір өзақ команданы алға сүйрей алады. Оның үстіне клубты тәжірибелі маман Эрнесто Вальверде баптайды. Билбаолық клубтың жаңа маусымдағы нәтижелеріне қарасақ, Еврокубок аймағына емес чемпиондыққа таласама деп қаласың. Алғашқы 3 турда Севилья, Райо Валлекано және Бетисті тізе бүктіріп, 9 ұпаймен турнир кестесінде Реалдан кейінгі 2-ші орында келеді. Осы тұста Бетиске де назар аударған жөн болады. Севильялық клуб өткен маусымның 2-ші жартысын тамаша өткізіп, алғашқы 6-лыққа енді. Ал конференция лигасына финалға дейін жетті. Иско секілді көшбасшысы бар. Бірақ 33 жастағы футболшы маусымның бастапқы 3 айында командасына көмектесе алмайды. Есесіне Юнайтедтен Энтониді қайтадан алдыртты. Енді Пелегрини бандасына жаңа деңгейге өтіп, Европа конференция лигасына емес, Чемпиондар лигасының аймағы үшін күресетін кез келді. Дегенмен Бетикос жаңа маусымды сәтті бастай қоймайды. Элче және Сельтамен тең ойнады. Алавесті ұтып, Атлетиктен жеңіліп қалды. Ал Видереал керісінше былтырға қарағанда әлде қайда әлсіреп қалды. Командадағы көшбасшылардың кетуіне байланысты Сары Субмарин Чемпиондар лигасы үшін күресте аутсайдер рөліне енді. Вингер Алекс Баена Атлетикоға 42 миллион евроға, ал шабуылшы Тьерно Барри Эвертонға 30 миллион евроға сатылды. Сондай қорғаушылары Логан Коста және Види Камвала маусым алдындағы жиын кезінде жарақат алып қалды. Бірақ Видереал трансфер кезеңінде қарап қалмай, Сантьяго Мауриньоны Атлетикодан 10 миллион евроға сатып алды, Интерден Рафа Маринді жалға алды. Және бұрын Арсеналда ойнаған Томас Партиді еркін агент ретінде қатарына қосты. Марселино Тюралдың командасы маусымда жақсы бастады. Реал Овьедо мен Жиронаны жеңіп, Сельтамен тең ойнады. Әзірге жеңілістің дәмін татпаған командалардың қатарында тұр. Өткен маусымда сәтсіздікке ұшыраған Реал Сосьедад жазда бапкерін ауыстырды. Иманол Alguacilдің орнына екінші командада жұмыс істеген Серхио Франциско келді. Артқы жартылай қорғаушы Мартин Субимендидің Арсеналға кеткені командаға ауыр тиіндеп тұр. Микель Ойерсабаль, Такефусо Кубо секілді ойыншылары бар. Реал Сосьедад биыл былтырғы қателігін қайталамай Еврокубок аймағына оралуға жет. Бірақ жаңа маусымдағы жағдайы әзірге мәз емес. Валенсия және Эспаньолмен тең ойнап, Реал Овьедодан масқара болып ұтылып қалды. Өткен маусымда 8-дікке сәл ғана жетпей қалған Осасуна мен Сельтада Еврокубок жолдамасына үміткер болып саналады. Опта порталының болжамы бойынша биыл Барселона өз чемпиондығын қорғап қалады деп күтілуде. Оған лайықты деп бәсекелес ретінде тек Реалды ғана көріп отыр. Командалардың чемпиондыққа мүмкіндігі бойынша былай бағалануда. Барселона 46-та 5%, Реал Мадрид 32-де 1%, Атлетико Мадрид 11-де 7%, Видереал 3-де 7%, Атлетик Билбао 2-де 9%, Бетис 0,9%, Осасуна 0,5%, Сельта 0,4% және Реал Сосьедад 0,4%, Валенсия 0,2%. Ал гол порталы керісінше Реалды чемпион етіп отыр. Бұл порталдың чемпиондыққа деген болжамы мынадай. Реал 46%, Барселона 39%, Атлетико 9%, Атлетик Билбао 2%. Бүгін біз Ла Лигадағы командалардың чемпиондыққа деген, одан қалса Еврокубокқа деген мүмкіндіктерін бағалап шықтық. Биылда әдеттегіде чемпиондыққа нақты фаворит жоқ. Реал мен Барсаның таласатыны анық. Ал оларға Атлетикодан көрі Атлетиктің жағаласатын мүмкіндігі көп секілді. 3 турдың өзінде де көшбасшылар суырылып алға шықты. Жыл сайын 3-ші орын ала бермей, биыл чемпиондыққа таласатын деген Атлетиконың да әуселесі белгілі болды. Айтпақшы, осы маусымдағы Эль Классиконы 26 қазан және 10 мамырда көретін боламыз. Осы матчтарда қос команданың шама шарқы білінеді. Былтыр Барселона 4 Эль Классикода да қарсыласын аямаған еді. Биыл Реал бұл қателігіне сабақ шығару керек. Не де болса жаңа маусым қызыққа толы болайын деп тұр.
Құрметті достар, біз арнамызға кішігірім ребрендинг жасадық. Бүгіннен бастап арнамыздың атын Шетел бол деп қойдық. Сол себепті тағы да қайталап айтам, лайк пен комментарийді аямаңыздар. Сіздермен болған Әлішер, Шетел бол арнасы, сау саламатта болыңыздар.